don't feel like doing anything. I just wanna lay my bed. I don't feel like doing anything. Na 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 na. Қайырлы күн. Рахмет. Лайк басып отырып. Ержан, рахмет. Так, эфир сағат 1,5 сағат болды. 17:45-ке дейін. Today I don't feel like doing anything. Da-da-da-da-da-da. I just wanna lay in my bed. Оразасын ба дейді. Жоқ. За рулем. Я за рулем. Бүгін Қадыр түні кешірім сұраңдар дейді. Я кешірім сұраңдар. Аваяға сүбіл әумен дейді. Аварияға деп жазсайшы. Я. Аллахтан кешірім сұраңдар дейді. Неге? Газет жүріп нағам. Күнәләрім үшін. Өздерің сұрай берсеңдер шу. Күнә деген нәрсе. Где жүрмін ғой. Рахмет. Нағашыңыз аман болсын. Нағашыңыз жүз жасасын. Так. Бармыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жақсы. Я Ысқақ Құдай жоқ деп қойыпсың. Я білесің. Енді не істемеп? Құдай. Бұл. Мұна есек ұшады ма, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұғжизасы өтірік дейсіңдер, арабтың ертегі дейсіңдер, соған қандай дәлел бар? Я. Не нәрсеге дәлел? Ертегі екені ма? Енді адам бар ғой, адамзат, адамды айға шығарып жатыр, я? Бірінші қабат аспаннан шығарып жатыр. Енді Алла тағала адамды 7 қабат аспаннан шығара алмайды деп ойлайсыңдар ма? Болды.
Жақсы, ол қабылдаймын. Естілді ме? Осы аргументіңді қабылдаймын. Менде мынандай сұрақты. Сұрағың тұра тұр. Сен осы аргументті ұстайтын болсаң, Адамды бірінші қабат аспаннан шығарды, яғни жоқ, ракетаға проблема емес. Проблема мініп емес. отырып бірінші қабат аспаннан шықты адам. Адамды проблема шығарды, иә? емес. Енді Жарайды. Алла тағала адамды 7 тоқташы. қабат аспаннан шығара алмай ма? Не шығарады болыпты, жарайды. Енді сұрақ. Қазақтың ертегілерінде осылай ақтап алуға дайынсың ба? Ау. Алло. Алло. Где звук вообще? Дауыс естіліп жатыр ма? Дауыс. Прием, прием. Оны 91 тыңдап отырсың ба? Жарайды, сен ол нәрсені қабылда. Қазақтың ертегілерінде осылай ақтап алуға дайынсың ба деймін. Енді қазақ ата-бабамыз Құран, Құдай бір, Құран шын деп сөзге тоқтаған халық қой. Сөзге, дәлелге неге тоқтаған? Иә, қазақтың демек ертөстікті де ортөстікті де секунд сайын өсірген ол Алланың құдіреті екенін және оның өмірде солай болғандығын растауға дайынсың ғой? Жоқ, оны растамаймын. Өйткені мен Абай атамыз, басқа қазақ аталарымыз дінге сенген. Мен олардан ақылды деп есептемеймін өзімді. Ал сен солардан ақылдымын, менікі дұрыс деп ойлайсың. Солай ма? Менің сұрағыма жауап бермедің ғой, неге? Екінші, тағы бір сұрақ. Жоқ, тұра тұр, сен сұраққа жауап бермей сұрақ қоя береді екенсің, қайда барасың? Тұра тұр, сен неге араб халқының ертегісін Алланың құдіретімен ақтап аласың да, өз халқыңның ертегісін олай ақтауға шаман келмейді? Біріншіден, араб халқы, ана халық деп, адам адамнан артық емес. Құранда айтылған бір халық, бір халықтан. Артық емес болса, жақсы, артық емес болса, онда қазақтың да ертегісін кемсітпе, оны да өмірде болған деп неге қорғап шықпайсың? Өйткені қазаққа пайғамбар келіп, сол пайғамбар сөйтіп аңыз ертегі айтпаған. Саған демек сол араб түбегінен шыққан біреу болмаса, сен өз аталарыңды авторитет көрмейсің сен. Жоқ, араб түбегінен біреу дейсің, ол киелі кітаптарда соңғы пайғамбар киелі кітаптарда да айтылған. Соңғы пайғамбар келеді деп. Жоқ, ол саған киелі кітаптардың саған не қатысы бар оның? Онда жарайды, арабтың тарихын бірақ жоққа шығарасың ба? Арабтың тарихын. Сен түркілерден шыққансың ба? Иә, түркілерден шыққан. Саған киелі кітаптардың қандай қатысы бар екен? Енді өзі... Сенің аймағың емес қой, ол сенің тарихың емес қой. Жоқ, енді өз аймағың болмаса бәрін өтірікке санай бересің ба, басқа кітаптардың бәрін? Сонда басқа киелі кітаптарда жоқ, Иса пайғамбарды өтірікке шығарасың ба? Муса пайғамбарды өтірікке шығарасың ба? Саған қаншалықты, жарайды, саған мысалы гректердің тарихының саған қатысы бар ма? Енді қатысы жоқ нәрсенің бәрін өтірік дей бересің ба, тарихтың бәрін? Жоқ, мен сенен өтірік па деп сұрап отқан жоқпын. Саған қатысы бар ма жоқ па гректердің тарихының? Енді қатысы жоқ, бірақ ол болған, өмірде болған уақиғалар енді тарих. Енді тұра тұр. Арабтардың тарихының саған қатысы бар ма? Арабтың тарихының қатысы жоқ, бірақ біз бұрынғы, енді бұл кітапқа сенеміз да, пайғамбардың, біз Алла тағалаға сенеміз, сосын оның пайғамбарына және кітабына сенеміз. Кітапқа сенуіңе себебің не? Енді сен ойла. Мысалы, пайғамбар болған адам қаншама ғасыр бұрын, 14-15 ғасыр бұрын, мына
адамның ішіне біткен бала жайлы айта ала ма? Сол замандағы, мысалы. Жарайды. Қанша бір дәлелдер бар. Адамның, кім, тыңда, адамның ішіне біткен бала туралы пайғамбардан бұрын айтқан адамдарды тауып берсем, оларды да пайғамбар деп мойындайсың ба? Жоқ, негізі кітапта, Құранда қалай айтылған нелерге бәріне сенемін. Жоқ, сенің сену себептеріңді мен тексеріп жатырмын да. Егер сенің сену себебің пайғамбардың пайғамбарлығына, ол адамның ішіне біткен бала туралы айтқан болса, одан бұрын айтқан біреулер табылып жатқан жағдайда сен оларды да пайғамбар ретінде мойындауың керек. Егер сенің критерийің сол болатын болса, сен критерийіңді айтшы маған, негізгі оны адамды пайғамбар деп мойындауыңның қандай критерийі бар? Қандай талабың бар сен адамды пайғамбар деп мойындау үшін? Өйткені басқа киелі кітаптарда да айтылған соңғы пайғамбар келеді деп. Киелі кітапта айтылу керек па? Енді иман деген нәрсе ол солай болады. Неге сенбеге? Жоқ, сен бірінші себеп іздемейсің ба сену үшін? Жоқ, сену үшін себеп іздемейсің ба бірінші? Енді саған себеп болғанда көзіңе көріну керек па бәрі? Жоқ, көзіңе көрінбей ақ қойсын. Бұлай да басқа да бір себептер айтшы. Себеп сол Құранның ішіндегі дәлелдер. Сен Құранға сенуің не себеп? Құранның ішіндегі дәлелдер ме сонда? Иә, Құранның ішіндегі дәлелдер. Жарайды, сол Құранның ішіндегі дәлелдер өтірік болып шықса, Құранға сенбей кетесің ба? Өтірік болмайды. Құдай тағала адамды жаратып ап, ешқандай несіз тастап қоймайды. Қара. Ешқандай пайғамбар жібермей. Жоқ, сен былай ойлайсың ба? Құдай тағала адамды жаратып ап, ешқандай пайғамбар жібермей, ешқандай кітап түсірмей, жай жібереді деп ойлайсың ба? Сенің порядығың қате, сен әлі не разрабызалса, кімнің? Сен әлі тапқан жоқсың, Құдай жіберді ма, жібермеді ма, кітап жібере ма, жібермей ма? Енді сен кітапқа сенбей тұрып, кітаптың ішіндегі нәрселермен сыртқа талап қойма да сен. Алдымен кітапқа сену үшін саған сонда ішіндегі нәрселер ақиқат болу керек екен. Ол ақиқат болмай қалса, сен ол кітапқа сенбей кетесің ба десем, жоқ, бәрібір сенем дейсің. Сенде екінші вариант неге жоқ вообще? Енді қара міне. Онда сен, мысалы, Құранға сенбе, жарайды, пайғамбарымызға сенбе. Басқа кітаптарға сенесің ба? Басқа кітапты қоятыршы, мен сені түсінбей отырмын, не үшін сенетініңді. Себебіңді түсіндірші маған. Сонда жоқ. Сен себебіңді басқа кітапқа проецировать етсек, сен ол жерде бәрібір оны қабылдай алмайсың. Сенде вариант жоқ қой. Сен қамалып қалғансың, бітті. Неге вариант жоқ? Сен сонда вариант жоқ вообще. Болды. Сен білмейсің қашан ол кітапқа сеніп кеткеніңді. Бірақ ол кітаптың ақиқат екенін қорғауың керек. Бірақ өзің білмейсің оған не үшін қалай қабылдағаныңды. Сенде таңдау да болған емес, ізденіс те болған емес. Ендіге қалай қорғаныңды өзің білмейсің. Қорқасың. Қашан қабылдадың исламды? Исламды мен әке-шешем мұсылман, Құдайға шүкір. Қазақ халқының көбісі мұсылман. Әке-шешеңнің қазақ халқының саған не қатысы бар? Сен өзің тұлға ретінде қашан қабылдадың оны? Тұлға ретінде қабылдаған несі? Негізі мен өзім, мысалы, адам болған соң өмірде жүресің, ойланасың, сосын Құрандағы айтылған нелер дәлелдерге сонымен өзің ой жүгіртіп, ойланып, ақыл иесісің ғой. Сонымен Құдай тағаланың бар екеніне өзің бекітесің. Ойланбадың. Егер ойланған болсаң, сен іздейтін едің. Бұл рас па? Кім қалай түсінген? Бұны басқа адамдар не деп айтқан? Оған дейін білген ба, білмеген ба? Оның ештеңесін ізденбедің ғой, сен қарамағансың. Қарадың ба әлде? Жоқ, сен Құранды өзің оқыдың ба жалпы? Құранды оқыдым, Құдайға шүкір, 20-30 сүре білем, Құдайға шүкір. Ой, не бар екен ішінде? Кәпірлерге ескертсең де, ескертпесең де бәрібір олар иман келтірмейді. Өйткені олардың жүректері мөрленген, құлақтары естімейді деген. Жақсы, дұрыс. Енді мынандай нәрсе бар да, бір осы сектанттар туралы естіп пе едің? Әртүрлі секталар бар ғой. Иә, секталар бар, иә.
иә, сол сектанттардың басқа адамдарға өзінің қауымын қарсы қойғанын естіп пе едің? Басқа адамдардың бәрі адасуда, сендер тура жолдасыңдар. Басқа адамдарды тыңдамаңдар, олар сендерді бәрібір түсінбейді. Олардың жүрегі қатып қалған, олар түсінбейді. Адам, Олар мен саған бәрібір айтайын, жүрегі адасуда деп. қатып қалған адам Сондай уағыз жасаған өзінің көрмедім. қылығынан қатып қалады, ей, Ысқақ. Өзінің қылығынан адам өзінің жүрегін қатырып тастайды. Дін туралы ізденбейді, ойланбайды. Әңгімені бұрма. Сектада жүрген адамға сол сектаның басшылары сондай осылай насихат жүргізгені туралы естіп пе едің? Сектаны білмейді екен мен секталарыңды. Сетевой маркетингте мысалы, сетевой маркетингтен адамдарды шығарып алу қиын ғой. Мысалы сен айттың, сосын сен үнемі айтасың, ғылым техникамен дінді бір-біріне қарсы қоясың үнемі. Соны білесің ба? Ғылым мен дін ешқашан бір-біріне қарсы емес. Ғылым Алла тағаланың бір сипаты, Алла тағаланың бір құдіреті. Енді осы жерде сен бағана, мен саған өз сөзіңді өзіңе қарсы қоямын да. Сен бағана айттың да, мен Абай аталарымнан ақылды емеспін дедің ғой. Иә. Айттың. Міржақыптан ақылдысың ба? Жоқ. Міржақып айтады, ғылым деген жарық дүниеміз, жарық күн мысалында болса, дін деген ол қара түн дейді, қара түнек. Түнек пен жарық ешқашан бірге бола алмайды дейді. Сол енді бір ата-бабаларымыздың бір 100 өлең шығарса, соның ішіндегі бір несін тауып алған шығарсың сен сол. Енді сендер де солай істейсіңдер ғой, неге үйтесіңдер? Біз негізі көп жағынан, ата-бабаларымыз көп жағынан дін ұстанған. Құдай бір Құран ішінде. Сенде мынандай болып тұр, қара, Былай өздерің тұзаққа былай түсіресіңдер да, аталарымыз қателеспейді, олардікі дұрыс дейсіңдер да, бірақ аталарының қателескен дініңе қайшы келетін жерлері шығып қалуы мүмкін екенін ескермейсіңдер. Бір тұлғаға табыну, оларды идеализировать ету адамды тығырыққа тірейді. Ол тұлғаны да әрқашан сынайтын мүмкіндік, оның да қателесу мүмкін екенін қалдырмайсыңдар да, өстіп өздерің тұзаққа түсіресіңдер. Енді сен қазір бағана ғана мен атамнан ақылды емеспін дедің. Бағана сен айттың, мен атамнан ақылды емеспін дедің. Енді аталарыңның саған қайшы келетін сөзін айтып едім. Дініңнің негізінде атаңның сөзі адасу сияқты болып қалды саған да. Енді біздің ата-бабамыз қазақ сөзге тоқтаған халық. Онда жақсы, сен де тоқта. Ақиқат болса, бір нәрсе ақиқат болса, соған діндің ақиқат екенін білген да, соны. Болды, Міржақыптың сөзіне тоқта. Ғылым жарық күн болса, дін қараңғылық. Қараңғылық пен жарық бірге дін мен ғылым екеуі бір-біріне қарама-қарсы нәрсе емес. О дінді мен ғылымға қарсы қоясыңдар. Сендер ойлайсыңдар, ғалымдардың бәрі. Мен емес, Міржақып қарсы дулату. Жоқ, өзің сен солай ойлайсың. Дінді ғылымға қарсы қоясың. Сен Міржақыппен сөйлес. Сен менде сөйлеспе, Міржақыппен сөйлес. Міржақып осылай деп жатыр. Енді Міржақыптың сол бір көп нелерінің шығармаларының біреу ғана шығар енді ол. Бірақ енді айт енді осыны Міржақыпқа. Енді қара, тыңда. Сен үнемі ислам дінін қазаққа қарсы қоясыңдар. Ғылымға қарсы. Олар бір-біріне қарсы емес. Онда сен әкеңді шешеңе қарсы қой онда. Жарайды, мен саған жарайды. Анық мысал келтіріп берем қазақтың дінге қарсы шыққанына. Сосын қараңдар. Сосын емес, тұра тұр, қайда барасың? Егер Аллах рұқсат еткен нәрсеге тыйым салу, бұл дінге қарсы шығу ма, жоқ па? Енді ол Құдай тағаланың бұйрығын орындамау, немесе сол Құдай тағаланың әміріне қарсы келу, не біліп істейсің, не білмей істейсің ғой сол. Жоқ, егер мен Аллах халал деген нәрсені харам деп айтсам, мен қарсы шықтым ба Құдайға, жоқ па? Сен қарсы шықтың. Қазақтар неге шариғат бойынша 7 атаға жетпей алуға болатын рұқсатқа тыйым салып тастаған? Ол рұқсат болғанда, қара, міне. Рұқсат, енді сен 7 ата арыламай, қыз алыспай нете берсең бола береді. Мысалы, оған сен 7 атаның ішінде ғана қыз алысасың, одан кейін асып кетсе алыспайсың деген сөз жоқ қой. Жоқ, Құдайдың рұқсатына неге қазақтар тыйым салып тұр, соны ғана айтшы маған. Бұл енді ол қазақтың даналығы, ол қазақ мал баққан халық, ол даналығың Аллаға қарсы шығу ма? Даналығың Аллаға қарсы шығу ма?
Даусың естілмей жатыр. Даналық ол Аллаға қарсы шығу ма деймін. Алланың рұқсатына тыйым салу даналық болып тұр ма? Алла тағаланың, сен мысалы қалай түсінуге болады бұны? Былай айтсам, Тәжірибеден мысалы, көрген дейсің. Тәжірибеден көрген сен дейсің. бар ғой, ең беріксін айтып тұр, Құдай тағала. Сен одан арман қаталасың қазір. Сен жаңа айтып қалдың. Тәжірибеге негізделген деп. Сонда қазақтар жақын туыстық некенің зиянын көріп барып сондай шешімге келген ба? Сондай болуы мүмкін, иә. Иә, онда алдында Құдай зиян нәрсеге рұқсат беріп тұр ғой. Құдай рұқсат еткен нәрседе зиян жоқ деген әңгімеге өтірік болып қалады онда. Құдай тағала ең бергі чегін айтқан, чегін. Одан ары қарай рұқсат. Мысалы, ең жақын туыстар, өте жақын туыстар алмаңдар деп, мысалы. Одан ары қарай, мысалы, 3 ата, 4 ата, 5 ата, 6 ата, 7 ата, 8 ата, 10 ата ала берсең бола береді. Ең төменгі шегін саған айтып тұр. Енді сол шекте зиян бар деп тұрған жоқсың ба? Сонда саған жақын сол шекте зиян бар екенін өзің мойындап тұрған жоқсың ба? Құдай зиян бар нәрсеге де рұқсат беріп тұр. Сонда сен мысалы иманды, Құдай тағаланың бар жоғын бәрін шешіп тастап сол ғана қалып тұрма саған сонда? Жоқ, енді өзің айттың қазаққа. Сен басты проблемаңды, сен бар ғой, 99-шы мәселеде нең бар? Сен ең бірінші мәселені шешіп алмай, бірінші, екінші мәселені, Құдайдың бар жоғын Қазақтар неге Наурыз тойлайды? Наурыз тойлаған оны білмейді екен. Шыны керек. Жарайды. Домбыра, музыка жайлы не айтасың? Мен саған айтайын, сен ол мәселелерді, сен дінге қарсы нәрселерді жинап алғасында, соларды, ол бар ғой, ең соңғы мәселелер айналысатын. Ең бірінші сенің қазақтың мәдениеті, сенің тарихың жырларымен келеді. Былай айтып тұрсың, қараттыңда. Адамға ең бастысы, мысалы, көз керек, ауыз керек, қол керек, аяқ керек. Сен ең, мысалы, шашты әңгіме қылып тұрсың да. Сен ең басты өзіңе керек нәрсені, ең басты иманның 5 парызын, соларды алдымен шешіп алсайшы. Жарайды, тыңдашы. Қазақта лира эпостық жырлары бар да, лира эпостық деген ғашықтық жырлары. Осы ғашықтық жырлары шариғат тұрғысынан қажет нәрсе ме, қажет емес пе? Қалай ойлайсың? О жағын білмейді екен. Енді не сұрақ қойын саған? Бүйтіп бөледі да бізде. Тыңда, мен қойын енді сұрақ. Құдай тағала адамды бірінші қабат аспаннан шығарды, адамды бірінші қабат аспаннан шығарды, айға шығарды, иә? Енді тағала адамды 7 қабат аспаннан шығара алмай ма? Шығарса шығармай ма? Соған сен ертегі дейсіңдер сендер. Шығарса шығармай ма? 7 қабат деген рахым шығарады, құдіреті жетеді. Екінші, 7 қабат деген рахым шығарады. 7 қабат аспаннан шыққан ғой? Пырақ деген жануар. Мысалы, тоқтыңда енді. Қандай қабат тұр ол? Енді сен логикаң соған жетпей тұр ғой, салыстырмалы тұрғыдан ойласаң, адамды жаратқан Алла, адамды 7 қабат аспаннан шығара алмайды. Ұшақтан, әскери ұшақтардан, ракеталардан жылдам пырақ жарата алмайды деген сол логикаға сыя ма? Шығарса сол кезде, жылқымен ұшырмай-ақ сол кезде не жаратып бере салмады ма? Космический ракета ма бірдеңе? Енді ракета жасау адамның қолынан кеп тұр ғой. Алла тағаланың қолынан пырақ жасау келмей ма сонда? Кеп тұрған болса, сол кезде ракетамен жабдықтап технологияны, дайын күйінде технологияны бере салмай ма соны? Бүкіл адамзат қызығын көрсін содан. Ал сендер сол Құранның мұғжизаларға ертегі дейсіңдер. Сендер 6 ғасыр, 7 ғасырға барып, телефон, телевизор, ұшақтарды айтыңдаршы, сенікін өтірік ертегі дейді сендерді. Телефон, адам телефон жасап отыр, иә? Сен соны 6-7 ғасыр адамдарына айтшы. Саған сенем екен, ертегі дейді ғой саған. Енді ертегі десе де сол кезде жазып кетсе, қазір аузымыз ашылып отыратын едік қой. Ракета сол кезде болған екен деп.
пырақ деп зачем ракета бере салмаймын астына? Сосын пайғамбардың қолынан су аз сумен көп адам судың шөлін қандырған деген, иә? Соны да ертекке санайсыңдар, дұрыс па? Енді қара, ауаның құрамында су бар екенін білесің, иә? Енді сен айт, мысалы, Арабияда, мысалы, немесе Шымкентте жаздың күні мороженый сақтауға, суды қатыруға болады ғой? Енді ғылымда Құдай тағала оны қандай ғылыми немен дәлелдеп отырған, ғылыми немен жасап отырған сен білмейсің ғой оны. Нені? Оның бәрін өтірікке шығара бересіңдер. Жоқ, базар жоқ, қорғай бер, оған ешқандай әңгімем жоқ. Бірақ біздің қазақтың ертегілерінде осылай қорғайтын адамдар табыла ма екен деймін да. Енді сен былай деген не? Бейшара болып. Аюдың көмегі дейді ғой, аюдың көмегі. Сен бар ғой, көп адамды қазақты сен иманнан айырып жатсың, білесің ба? Иман деген құндылық жаннан артық нәрсе, иман. Сен көп қазақты иманнан. Сенің иманың өзге ұлттың мәдениетін қорғауға жетеді, бірақ өз ұлтыңның мәдениетін ақтауға жетпей ма иманың? Бізде мәдениет деген нәрсе бар ғой, иманнан төмен тұрады. Түсінесің ба? Жаннан жоғары тұрады иман, жаннан. Сен қазақтың жастарын, сен бар ғой, сен мына істеген қылығың бар. Тыңда, ысқақ, сен көп адамның обалына қалып жатсың. Қияметте олардың тозаққа түсуіне сен себепкер болып жатсың. Сен қазір бір 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін дінге қайтып келгенмен сенің біз былай жасауымыз керек. Біз былай істейік. Өзге ұлттың адамдары қазақтың мәдениетін ақтап, қазақтың ертегі жырларын шын өмірде болған деп қорғап, қырылып қалатындай, және соны абырой көретіндей бізге идеология керек. Біз осындай бір идеология ойлап табайық. Жұрттың мәдени экспансиясына түсе бермей, біз де мәдениетімізді әлемге таратып, ол мәдениет арқылы қазақтарды жақсы көргізейік оларға. Олар қазақтың мәдениетін қорғасын. Олар қазақтың ертегі аңыздарын жатқа білсін. Қазақтың жырларын жатқа білсін. Қобыланды батыр, Алпамыс батыр. Соны жаттағандарына мақтансын олар. Содан кейін ол Қобыланды батыр болмаған деп біреулер шығатын болса, мысалы, Арабияда бір араб Қобыланды батыр жырын жаттап алған, біреу келеді да, Қобыланды батырың өмірде болмаған деген кезде жаңағы араб, бауырым, қазақтарға болған Қобыландыны сен қалай айтасың болмады деп. Ана Тайбурылдың сен шабысына қарап, қалай ол олай шабады деген кезде, Құдайдың құдіреті жетпейді деп ойлайсың ба Тайбурылды солай шабып тұруға? Алпамыс батыр мысалы, Көлтауысар, Желаяқ, олардың ондай болуына не, Құдайдың құдіреті жетпей ма? Жетеді. Олар өмірде болған. Мына Алпамыс Қобыланды батырлар, біздің сол қазақтың жырларындағы тұлғалар ең мықты тұлғалар. Мен оларды жақсы көрем деп бір арабтарға айтқызайық бізде. Сол кезде біз мәдениетіміз зор болады да, айтайық, Түркістанға келу, бір өміріңде бір рет келу Түркістанға парыз деп оларды үйретіп қояйық. Болмаса Көкшетауға шақырайық, Жетісуға шақырайық, Алматының тауларына, тағы қандай қазақтың көрікті жерлері, Бозжыраға барсын. Әр ұлтқа әртүрлі нелер белгілейік. Мысалы, олар қазақтың жеріне келіп, Атырауға барсын, Ақтауға барсын, Аралға барсын, бәрін көрсін. Бұл қасиетті жерлер. Неге деген кезде, осы жерде Қобыланды батыр Алпамыстардың табаны тиген. Баяғыда Қорқыт ата өлімнен қашып, осы аймақтарда жүрген. Асан қайғы желмаясымен желіп жүріп, жерұйықты осы жерден іздеген. Сөйтіп осы жаққа тоқтаған. Неге барам деп арабтардың басы қатады ғой. Сол кезде айтамыз,
Асан Қайғы болған, Асан Қайғының Желмая деген түйесі болған, Желмая осы жерге тоқтаған. Сен жаттайсың, Желмая Жетісуға келгенде Асан Қайғы не айтқан, Балқашқа барғанда не айтқан, осы дүниелердің бәрін жаттайды да олар, и бізге келеді. Біздің туризм дамиды жан жақта, біздің мәдениет дамиды. Одан кейін домбыра үйретіп қоямыз оларға. Ассалаумағалейкум, Ысқақ. Қалайсың? Осындай біз жол бастауымыз керек, мәдени. Таяқ жей береміз бе мәдени? Бізде мәдени олармен шайқасқа шығып, мәдени майданға шығып, жеңіске жетейік. Бізде де Ассалаумағалейкум. жетеді айтамыз десек. Уалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір Аллаға, альхамдулилля, шүкір. Иә, Ысқақ, жаңа бір кісіге сөйлесіп жатқанды көріп жатырмын. Жоқ, сенікі де бір жағынан дұрыс, бірақ бір Идеяға жағынан қалай қарайсың? Ау? Өз мәдениетімізді үшін терлейік та, бірінші өз мәдениетімізді қолдайық та. Өз Ол мәдениетіміз үшін терлейік. Ол жерде әңгіме жоқ. Басқа мәдениетті ешкім бізге ештеңе бермейді ғой. Жоқ, Жарайды, мынандай нәрсе ғой. біз қазақтар Құран жаттамай қалса да, арабтың мәдениеті жоқ болып кетпейді. Қазақтар сира білмесе де ұмытылып қалмайды пайғамбар. Бірақ Жоқ, қазақтардың мәдениетін қазақтар білмесе, ол жоғалып кетеді да, ол жойылып кетеді. Сен араб тілін білмей қалсаң, ол араб тілі жойылмайды. Сен пайғамбардың сирасын білмесең, ол жойылып кетпейді. Құранды сен жатқа білмесең, жойылып кетпейді. Бірақ қазақтың мәдениетін сен қаяқтан алып келесің ертең жойылып кетсе? Ысқақ, Сол үшін өзіміздің мәдениетіміз үшін терлеу керек. мен айта кетейін қосып, ол дұрыс әңгіме жоқ, ол қазақ. Бірақ қазақтың мәдениеті, қазақтың жаңа тарихы ол бізге ғана керек, арабтарға емес. Ал бұл жерде мәселе жаңағы Құран, ол Құдайды тану үшін, ол арабтардікі емес біріншіден. Екіншіден, Құдайды неге сен өзің танымайсың, неге арабтар арқылы танисың? арабтар арқылы емес, жаңағы пайғамбарымыз арқылы танимыз. Ал пайғамбарымыздың кезінде пайғамбарыңа сенетіндей себебіңді айтшы. Біріншіден, пайғамбарымыздың кезінде қазақ тілі болған жоқ ол кезде. Өзің де білесің. Бірінші ол кезде араб тілі болды, сондықтан арабша түсті. Егер ол кезде қазақ тілі болғанда Тұра тұршы. Арабтардың тілі сонда бұрын болған үшін ол сол авторитет пе? Сол үшін сенеміз болған, не істейміз? Жоқ, ол жерде авторитет, ол жерде басқа да емес. Тек Құдай сол арабтардың арасынан пайғамбарымызды пайғамбарлық етіп таңдап алды. Бірақ оған дейін де бұл таңдау туралы неге сол адамның өзі айту керек, және оған сенуің керек? Неге Құдай айтпайды оны? Мен соны таңдадым деп. Құдайдың өзі таңдады. Мысалы Қазақстанның мысалы чемпионы болып бір байқауға қатысты, мысалы үздік домбырашы деген байқауға қатыстың да. Енді ақылдасып, жюри қазылар алқасы ақылдасып, қазылар алқасының төрағасы айтса, сен Қазақстанның үздік домбырашысың деп. Ол кезде сен шынымен домбырашы боласың, үздік домбырашы боласың, Себебі мойындады да сені, немесе халық дауыс берді, сосын хабарлады. Ал егер жарыс болмай жатып, мен шығып, мен Қазақстанның үздік домбырашысымын десем, маған неге сену керек, халық? Мен неге мойындау керек? Ысқақ, мынандай ғой, негізі шымшық сойса да қасапшы сойсын деген сөз бар ғой, қазақта білесің ғой, Бұл туралы негізі білім иелерінен барып сұраған жөн. Бұл жерде мен мұсылман ретінде саған білетін сөздер, білетін біліммен ғана. Жоқ, білім иелерін мынадан сұрайсың. Білім иелерін истиғоса деген сияқты, ақида деген сияқты мәселелерде сен, пожалуйста, бар. Ішіне кір, жаңағындай, анау не деген, мынау не деген, оны өзің білесің. Мен саған ішіне кіріп ештеңе сұрап отқан жоқпын, мен сен терминология сұрап отқан жоқпын. Мен саған қарапайым нәрсе айтып отырмын. Адам біреуге сенетіннің алдында ода себеп болу керек. Әрине себеп бар ғой. Входной порог. Мен сені сұрап отырмын. Неге бір адам өзін пайғамбармын дегені үшін сен оны пайғамбар деп мойындай салдың? Ол жерде өзін пайғамбармын деп біріншісінде мойындаған жоқ. Біріншіден білім ал, білім ізде оны. Ол өзінің пайғамбарлық екенін 40 жаста ғана келген біледі. Сол себептен бірінші білім алсай сен, ол туралы іздейін. Сен маған өзіңнің себебіңді айтшы. Бір адамды өзін пайғамбармын деген үшін сен оны Құдайдан келді деп, Құдаймен сөйлесті деп қалай мойындадың? Енді Құдай айтады, Құранды дейді, намазды, Құранды ақыл иелеріне ғана бердік дейді, ақылды адамдарға ғана дейді. Ол жерде біз Құранды сенетініміз, пайғамбарға сенетініміз, ол бізді ақылмен сараптағанымыз үшін ғана.
ол жерде Енді маған сен неге осындай мыжып кетесіңдер? Маған ақылмен сараптап айтып берші қазір. Бірінші себебім мынандай. Мен 14 ғасыр бұрын өмір сүрген бір тұлғаның Құдаймен байланысқа шыққаны туралы мына айдалада қазақтың даласында отырып соны мойындауымның себебі былай деп. Нақты айтшы өтініш. енді мынандай нәрсе ғой, ол жерде Құранда былай оқысаң, жаңа түсінсең, ол жерде Құран биология екен, Құран ғылым, Құран химия екен, барлығы сол жерде анық жазылған. Сендерді адамзатты топырақтан жараттық деп айтып тұр ғой, сол жерде ше, Құранда бәрі. Енді жарайды, мен биология Құранда адам топырақтан жаралған деп тұр. Биологияның қай бетінде осы жазылған, жарайды, айт. Жоқ, ол Құранда жазылып тұр, сен биология. Жоқ, енді қара. Құран биология дедің ғой. Енді мен биологиямен осы екеуінің ұқсастығын табуым керек қой. Құранда жазыпсың, биологияның қай жерінде осылай жазылған? Мынандай нәрсе бар да, бір дәлелмен дейді, бір дәлелмен 40 ғалымды мойындаттым дейді, 40 ғалымды. 40 дәлелмен дейді, бір наданды мойындата алмадым дейді. Бұл жерде тема сондай. 40 дәлел тұра тұршы, түсінемін, сен андай адамдар ештеңе айтып, өзінің несі әлсіз болған кезде ақтап ала салатын аргумент қой бұл. Сен бірде-бір дәлел айтпай тұрып, 40 дәлел деп қаяққа қаңғып? 40 дәлел деп қаяққа қаңғып атсың сен? Тұра тұр. 40 дәлел емес, сен бір дәлел айтқан жоқсың ғой. Сен біріншіден Құранды оригиналында оқыдың ба? Құранды оригиналында оқыдың ба сен? Жоқ, оригинал емес, бізде қазіргі таңда қазақша, арабша скрипкасы бар Құрандар бар ғой. Сен біріншіден Құранда бірдеңе жазылған деп маған айту үшін сен оны оқып түсінген болуың керек. Оқып түсіндің ба? Мен оны түгел оқыған жоқпын, бірақ оқыған. Сен вообще оқымадың ғой негізі, себебі сен араб тілін білмейсің ғой. Жоқ, араб тілін міндетті түрде білу керек па, Құранға сену үшін? Иә. Сен өзің оқымаған кітапқа қалай сенесің, сен өзің түсінбей тұрсаң. Жоқ, сен кәдімгідей, сен татуа тесігін тобықтың астында ғой. Ысқақ, сен анау емессің ба, интернетте тай жеп қалған жігіт емессің ба, солсың ба сен? Ысқақты ұрып кетіп. Оқыдың ба, оқымадың ба? Шығарған. Сол сен ба? Саған біріншіден айтайын, бұл жерде сен әр келіп алып, жаңағы мұсылмандарды, жаңағы білім аз мұсылмандарды әкеп алып қыспаққа ала бермей, сен бірінші өзің нешке бар, өзің жауаптарын. Сен тұра тұршы, кім? Мен сенен бірде-бір сұраққа жауап алған жоқпын. Бірде-бір сұраққа жауап алған жоқпын. Сенің дінге келу себебіңді айтшы, мен сенен діни білім сұраған жоқпын ғой. Мен сенен діннің терминін сұраған жоқпын. Сен дінге келу себебіңді айтшы маған. Мен әлмисақтан бері мұсылманмын. Әлмисақтан бері. Қай кез ол әлмисақ дейді? Ол адамзаттың жаңа жаратылған кезі. Адам ата мұсылман болған кезде мысалы. Есіңде бар ма ол кез? Есімде жоқ, бірақ сен қоясың ба есімде болған емес? Мен ол кезде болмадым ғой. Есіңде жоқ, бірақ біреулер солай деген соң сен қабылдап кеттің ба? Ой, Алла, сана берсін сендерге. Жарайды, мен онда бір адамдарды сен әлмисақтан буддистсің деп алдасам бола ма? Сен олай адамдарды адастырмасайшы, сен өзің бірінші білім алсайшы, если бір нәрсеге айтатын болсаңшы. Жоқ, білім ал. Сен де бар ғой, мен кім тыныш? Сен кіргелі бері білім алсай, бүйтсей, ана білімнен сұра. Сен өзің жалпы дінге қалай келгеніңді білмейсің. Енді сен бұл дінді не үшін ұстанып де білмейсің. Білімсіздіктен Құдай жоқ деп отырсың. Құдай жоқ. Сен білімсіздікті қалай анықтадың? Құдай жоқ деу, ол білімсіздіктен жоқпай. Айтпесей. Құдай бар деген білімділіктен ба? Әрине. Жарайды. Қара, енді саған мысал. Мен ешқандай бар ғой, түк қақпаймын, ештеңе білмеймін. Бірақ мені бала кезден ата-анам маған саған Құдай бар деп үйретті да, менің бар білетінім сол Құдай бар деген нәрсе. Бірақ мен вообще бірге бірді қосамаймын. Мен білімді адаммын ба? Ой, Алла. Татуы осындай. Мен ұқпаймын. Діннің д деген әріпінде білмеймін вообще. Оқу, жазу, бірді қосу деген мен дым білмеймін, вообще түк білмеймін. Бірақ маған кішкентай кезімде миыма құйып тастағанда, сен Құдай бар деп айт деп. Мен соны ғана білемін. Мен білімдімін ба, жоқ па? Енді сен Құдайды мойындайсың ба қазір, жоқ па? Жауап берші сұраққа. Жоқ, сен мойындайсың ба қазір, жоқ па? Сен де жауап берші. Сен утверждение жасадың.
жоқ Сен утверждение жасадың. Құдай бар Мен деп саған обратно сұрақ қойдым. Жауап бола ма, жоқ па? жоқ, сен айтсай, ата-анаң енді Құдай бар деп саған айтты ма? Сұраққа жауап бола ма? Жоқ, сен айтсай, Құдай бар деп. Так, последний раз. Сен айттың, Құдай бар деген адам білімді, Құдай жоқ деген адам білімсіз дедің. Құдай бар деп айтатын, бірақ ешқандай бірге бірді қоса алмайтын дуп адам білімді ма? Ой алла. Жоқ, бұл жерде Құдайды мойындау, ол мойындап тұрғаны. Сен мұна жерде Ол ештеңе білмесе де бала кезінен миын шайып қойсаң да мойындаған ба ол? Иә. Яғни біреуге навязывать етіп, оның миын шайып, оны бала кезден пропаганда жасап бір нәрсеге сендіріп қойсаң, еще оны сен мойындады деп те айта аласың, иә? Ой алла, сендер татуыз, наивный сұрақтарды қаяқтан тауып аласыңдар, Наивный емес, сен вообще жауап беруге шаман келмейді. Андай ақыл саналарын тобықтың астында ғой, брат. Былай конкретно каканес қарасаң. Давай бірге жолға жүр, мешітке сөйтіп білім иелерінен сұрақ, осы сұрақтарды соларға қой сен. Қара. Сен отырып, бұл демек, провокация жасап, қара, сенің бұл сұрақ демек, бұл сұрақ, қара. Демек, бұл сұрақ маған қызық, саған қызық емес, е? Не үшін қызық болу керек? Потому что сен тұрып алдында тупо бір нелерді сұрақтарды, наивный сұрақтарды қойып тұрсың да. Жарайды, сол наивный сұраққа жауап беріп көрші сен. Сен жауап беріп көрші соған. Жауап беріп көрші. Ол мүмкін емес сұрақтарды қойып атсың ғой. Сен өзің айттың ғой, Құдай бар деген адам білімді дедің да. Құдайды не үшін бар деп жүргенін білмейтін адам білімді ма? Жоқ, сен былай қарасай, сен былай кішкене қарасай, ата-анаң есе саған Құдай бар деп айтатын болса, сен сұрақ қоятын шығарсың, мам, пап, жана әке, ана, Құдай қайда, Құдай не үшін, ол қалай деген сұрақтар қоятын шығар қойды ол адам. Или ол адам. Сен қойдың ба? Қоймайды деп ойлайсың ба? Қойдым. Сен қойдың ба сұрақтарды? Қойдым, конечно. Не деп жауап берді, айтты ғой? Жоқ, мен ата-анама қойған жоқ, каканес айтайын. Менде әке, ана мынау емес, но бірақ мен мешітке барып, өзім сұрақтарыма, имандардан сұрақ алып, сұрақтарымды қойып. Қандай сұрақ қойдың? Қандай сұрақ қойдың, мысалы айтшы? Мешітке барып. Мысалы айтшы, қандай сұрақ қойдың, мысалы айтшы? Сені қызықтырмасын да ол. Қандай сұрақ қойғанын қайтесің? Бізде көрейік та сен не қалай ізденетінің туралы бір мысал айтшы. Жоқ, мынандай да, негізі адам айналасына қарап Құдайдың бар екенін сезеді да, негізі ол адам өзі біледі. Бірден бір қандай өтірік айтқан нашар да, уже мысал ойлап үлгере алмай жатсың да. Миың өте баяу да, сен логикаң баяу жұмыс істеп жатыр да. Логикаң баяу болғаннан кейін сен даже ана өтірігіңе сұрақ ойластырып үлгере алмай жатсың. Сен логика мықты болса ше, ондай өтірік сұрақтарды қоясың. Жоқ, өтірігіңді ары қарай жалғап үлгере алмай жатсың ғой деймін да, дата бол. Сұрақтарды қоясың деймін да, дата бар ғой. Қандай сұрақ қойдың имамға? Жоқ, ол сені қызықтырмасына, зачем? Енді біз мұсылмандардың сенің қалай ізденгенің жайлы білейік та, ол сұрақ бізге де қызық шығар. Мен намаз туралы сұрақ қойдым, ал не істейсің? Сен жаңа айтып отыр едің ғой, адам деген Құдай деген қандай, ол кім, қандай, қайда деп сұрамай ма деп, сен өз мысалыңды айтып едің ғой, сен ол сұрақ өзің қоймағансың. Жоқ, мен Құдайдың барына сенем. Ал ол сенетін адамға ол қайда екенін не қылады? Сен ойлашы. Сен жаңа ғана өзің айтып отыр едің ғой, ата-анасы баласына Құдай бар десе, баласы одан сұрайды, ол логично, қалай Құдай деп. Сен, ысқақ, оны сен басқан ата-анасы жаңа Құдай бар деп үйрететін болса, деп сен оны өзің айттың, мен саған сол үшін жауап бердім. Если ол бала тупой болмаса, енді дұрыс көрдің ба? Егер ата-анасы бір Құдай бар деп миын шайып тастаған балалар, тіпті сұрақ қоймауы да мүмкін сен сияқты. Неғып сұрақ қоймайды? Сен қуасың ба? Енді өзіңе қойсай бұл сұрақ, сен неге сұрақ қоймайсың? Өзіңе қойшы осы сұрақ. Адамдардың бәрі сен сияқты емес қой? Жоқ, өзіңе қойшы осы сұрақты. Сенің миыңды шайып Құдай бар деп үйретті, сен қоймадың сұрақ. Мысалға, біз орта мынандай, мен оны әке шешемнен немесе ата-анамнан не үшін сұрауым керек, если мен кішкентайымнан сондай ортада өскен болсам, кішкентайымнан мешітке жаңа жұма намаздарға барсам. Жарайды, ортаңдағылардан сұрадың ба? Құдайды қалай таптыңдар, қалай табамыз деп? Біз уағыздарды тыңдап өссек, зачем ол кезде уже бізге ондай сұрақтың, ондай нәрсе талқылап
бізге. Дұрыс, иә? Понимаешь? Енді қара, целенаправленно адамды целенаправленно қара, адамды мақсатты түрде миын шаятын болса, және сол идеологиядан шығармай тура сен сияқты вакуумный ортаға тығып қоятын болса, ол адам ешқандай күмәнданбаса, бұл дұрыс қой, Жоқ, қандай вакуумный орта, сен конкретно вакуумный орта екенін дәлелдеп берші, обосновать етіп берші. Сен жарайды. Обосновать етіп берем. Тыңда, обосновать етіп берем. Тыңда, обосновать етіп берем. Тыңда, обосновать етіп берем сен қазір. Тыңда, обосновать етіп берем. Сенің ортаңда неше атеист бар? Менің ортамда атеист жоқ. Ол сенің ортаңда шығар, может, Құдай жоқ деп жүрген. Сондықтан шығар. Мен саған қазір ғана не айттым? Менің ортамда атеисттер жоқ. Құдайға шүкір. Дұрыс. Сен осы уақытқа дейін сенің ойлап жүрген қабылдаған түсініктерің қате болуы мүмкін деген адамдармен сөйлестің ба? Сөйлестім, бірақ оларға мен тарапымнан жаңағы діни білім алған адамдар жауап тастаған болды ма? Демек сен өзіңнің дінің, өзіңнің көзқарасың туралы сұрақтарды, олар ізденісті біреулердің мойнына артып қойғансың. Сенікі тек қана құлшылық жасау. Саған бұл жерде Ысқақ қарасай, ол жерде сен адамдардың ақылына қарап адамдарды талдайсың, дұрыс па? Сенің ақылыңның минимальный деңгейі, өзің мына дін, сенің ақылыңның минимальный деңгейі, мен мына дінді не үшін қабылдадым? Мен мына Құдайға не үшін сенем деп ойлануға жетпеді ма? Жоқ, одан зачем ол жерде? Зачем біз онсыз да мұсылманбыз ғой? Мен жарайды. Осы позицияңды дұрыс деп есептейсің ба? Әрине дұрыс деп есептеймін. Жақсы, жарайды. Дұрыс емес болса, тұра тұр, тоқта. Енді дәл осылай барлық адамдар өздерінің семьялары үйреткен, достары ортасында үйренген діндерін ұстап жүре бергені дұрыс қой, иә? Мысалы, біз христианбыз. Зачем ол христиандық дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсеге ойланып, Иса Құдай ма, Құдай емес па деген нәрсеге зачем ойланып? Біз христианбыз, болды, солай жүріміз керек деген адамдікі, ол да дұрыс қой. Сен қараш, сен кішкене қарасай. Ислам, ё-майо. Ысқақ, сен біртүрлі не етерсің ше, қандай адамсың өзі? Сұраққа жауап берші. Жоқ, олар іздену керек қой. Дұрыс па? Сен ізденбеуің керек, олар іздену керек. Жоқ, бізде дәлел бар ғой. Мысалы, біз пайғамбарға жаңағы иман келтіріп қойғанбыз. Біз Иисус пайғамбарға да иман келтіріп қойғанбыз. Және оға дейін біздің соңғы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дейінгі пайғамбарлардың барлығына... Жоқ, тұра тұршы, олар іздену керек, сен ізденбеуің керек, солай ма? Біз ізденіп қойғанбыз, біз уже мұсылман болып қойғанбыз. Сен ізденген жоқсың, мен сенен ешқандай ізденіс көрген жоқпын. Сен менен не қыласың? Сен, мысалы, біз мұсылман туылғаннан әлмисақтан бері мұсылмандықты қабылдап қойған. Олар әлмисақтан христиан, олар туғаннан христиан олар. Олар туылғаннан христиан болғанмен, негізі адам баласын барлығы мұсылман болып келеді, бірақ жоқ, адам баласының бәрі христиан болып келеді. Жоқ, олай емес. Адам баласының бәрі мұсылман болып дүниеге келген. Адам баласының бәрі христиан болып дүниеге келеді. Олар дүниеге келген ортада сол жердің білімімен қалыптасады. Мысалы, ол христиан ортасында туылды, мысалы, ол буддизм ортасында туылды. Бірақ соны арғай не бар, не жоқ, өзі қарау керек қой, мысалға, да? Зачем қарап ол? Сен сияқты жүре бермей ма? Біз қарадық қой, неғып, біз мысалға қараған жоқсың, өтірік соқпас, жаңа ғана айттың ғой, мен қарамаймын ондай нәрсе. Зачем маған, мен мұсылманмын ғой дедім. Мысалы, Иисус, жаңағы христиан дініндегілер айтады, Иисусты Құдай деп айтады. Ал біз олардың не үшін Құдай екенін қараймыз. Сол сияқты. Қарап қойған. Неше христианмен сөйлестің сен? Мен христианмен сөйлесіп, зачем маған? Ол жерде. Оларға да мұсылманмен сөйлесіп, зачем ол сен дініңді қарап? Мысалға, біз Иисус пайғамбар екеніне біз жаңағы иман келтіріп қойған болсақ, зачем? Мысалға да жоқ, сен Құдай дегеніне иман келтір. Құранға сүйенсек, мысалға да, Құранға сүйенбе? Құранға сүйенеміз. А чё? Құранға сүйенбе. Тарихқа сүйен. Құранда да тарих қой.
қуасың ба? Жарайды, Құранда сақтар туралы жазылған ба? Құран пайда болған кезде сенің сақтарың болған жоқ. Былай біріншіден сен соны көзқарасымен қарап алсайшы. Жарайды, Құран пайда болған кезде өмір сүрген түркілер туралы ақпарат бар ма? Ақпарат негізі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңа хадистерінің бірінде осы Орта Азия жақтарда беті жаңа қызыл әлпеті біз туралы жаңағы түркі елдері туралы айтылған әңгімелер бар хадис бойынша. Және олар сендерге әңгіме ғана ма? Бұл басқа түк жоқ па? Былай сөзімді бөлме. Олар сендерге тиіспейінше, сендер де оларға тиіспеңдер деген хадистер бар. Жоқ, осы нәрсені неге ұстанбады онда пайғамбарлардың ұрпақтары? Сен білесің ба соғыспен келгенін осы жаққа, түркілерге де? Соғыспен келді, бірақ олар енді сонда араб халифаты сонда пайғамбарлардың өсиетін орындамай тұр ма? Қарасай, олар соғыспен келді, базар жоқ, соғыспен келді, бірақ олар жаңа Құдайдың барын дәлелдеп қойып берген үшін біздің ата-бабамыз сол ислам дінін дәлелдеп қойып берген жоқ. Мен түсінбедім, жаңағы пайғамбарыңның өсиеті қайда қалды деймін. Жоқ, қарасай, ислам діні келмей жатып, жер бетінде қаншама жаңағы сен сияқты адасып жүрген адамдар болды да, жаңағы тасқа сиынды, біреу жерге сиынды, біреу отқа, біреу сондай. Тасқа сиыну адасу ма? Әрине адасу, тасқа сиыну. О, шірік. Қабаны неғып сүйесіңдер онда? Онда Қабаны неге сүйесіңдер? Жоқ, Қағбаға сүйенбейді ешкім. Қағбаны жай ғана айналады, біліп қой, айналады. Жай ғана айналатын басқа діннің өкілдері өздерінің культ деп санайтын дүниелерін айналып жүрсе, олардікі де нормально ғой? Жоқ, оларда қараш, қандай қасиет бар? Сен кішкене қара. Қасиет бар деген білмеймін ғой, не үшін оны жасайтын. Қара. Негізді мынандайда пұтқа табынушылық деген нәрсе бар ғой, қара. Пұтқа табынушылық деген нәрсе бар, иә? Негізі пұттың өзін Құдай деп есептемейді олар, иә? Олар айтады, мына нені Құдай осындай бейнеде деген сияқты айтады да олар. Әйтпесе олардың тастарын сындырып тастасаң Құдай өліп қалды деп айтпайды ғой, или айтама олар? Жоқ, ол жерде мысалы жаңа кімдерде жүр ғой, индустарда сиырға табынады, сондай жануарға табынады. Солар қара, солар сиырды Құдай деп айтатын болса, сиырды өлтіріп тастаған жағдайда Құдайымыз өліп қалды деп айта ма олар? Әлде олар сиырды сол төбедегі бір тылсым күшпен байланыстыра ма? Олар ол жағын білмеймін, шыны керек. Байланыстырады. Әйтпесе қаншама сиыр қырылып жатыр, әр сиыр өлген сайын Құдайымыз өліп қалды деп, немесе бір пұт тас қирап қалған кезде Құдайымыз қирап қалды деп айтпайды олар. Ол сол пұтты бір атрибут ретінде алады да, тасты бейне ретінде. Ал оның ар жағында бір тылсымда трансцендент әлемде бір күш бар дейді. Сонымен байланыстырады. Енді сендерге келетін болса, сендердікі де тура сондай да. Белгілі бір тасқа сыйынбайсыңдар. Бірақ сол тас арқылы Құдайға жақындаймыз деп ойлайсыңдар. Жоқ, мынандай ғой. Бейне Құдай ешқандай бейнеде бейнеленбейді. Құдайды суреттелмеген ешқандай. Құранда да даже Құранда наоборот суреттеп көрсетпеген қандай бейнеде екенін. Ал жаңа сен қара тасқа, қара қажылыққа келетін болсақ, ол жерде пайғамбарымыздың жаңағы қайтыс болған жері болғандықтан ол жерге барып қажылық етуге бізге міндеттелген. Ислам дініне адамдарға. Оның қандай маңызы бар? Оның маңыздылығын енді жаңағы қажылардан сұрады. Мен қажы емесмін әзірге. Қажы болған кезде айтам. Мен таңғаламын, сен дінде жүргеніңе қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды дейміз, туылғаннан бері ғой. Туылғалы бері элементарный 1-2 базасын оқуға уақытың болмады ма? 5 парызының база, 5 негізгі парызың бар. Сол 5 парыз не үшін жасалады, қашан жасалады, қалай кезге жасалады, қандай кезде парыз, қандай кезде ол мойнынан түседі. Осыны ізденуге уақытың болмады ма сенің? Жоқ, біз оны жаңағы мұсылман болсақ, оны мұсылман емес адам іздену керек қой, по идее ше.
Жоқ, сен мұсылман болып тұрып білмесең нормальный ма сонда сен? Жоқ, біз білеміз ғой мұсылман ретінде, біз неге Білмей білмейміз? тұрсың ғой, мен сені сұрап жатырмын, қажылықтың маңызы қандай? Енді оны қажылықтың маңызы қандай екен сен бар да жаңағы Енді қажылықтың маңызы қандай екенін мен өзінің басты парыз ретінде Құдай жүктеп берген сол дінге бала кезінен сенен сұрамағанда кімнен сұраймын мен оны? Жоқ, сен имамдан сұрасайшы бар, имамнан сұрасайшы. Зачем оны маған? Имамнан мен анандай мәселелер сұраймын, қара. Имамнан мен тахауи ақидасы туралы сұрайым. Имамнан истиғоса туралы сұрайым. Имамнан ят мәселесі сұрайым. Исмул сифат туралы сұрайым. Мен сенен ол сұрап жатқан жоқпын. Мен сенен өзіңнің парызың туралы сұрап жатырмын. Жоқ, сен оны сұрадың ба енді барып бір имамға барып сұрадың ба қой? Иә, сұрағанбыз бұрын. Онда не үшін әлі адасып жүрсің? Не әлі адасып жүрсің дегеніз? Мен соны сенің сұрамайтыныңа таңғаламын да. Зато сен жүрегің қаттылығы сондай ма? Е-май. Жоқ, жүректің қаттылығы емес, мүмкін сен сол сұрақтарды ізденіп көресің, содан кейін түсінесің. Жүректің қаттылығынан ғой осы иманға келмейсің. Жүректің қаттылығы қара. Сен ештеңе ізденбейсің, ештеңе сұрамайсың. Сен ештеңе ізденбейсің, ештеңе сұрамайсың, саған ойлануға ерінесің да. И одан кейін саған бәрі андай розовый әлем болып көрінеді. Сен басыңды қатыр, сен ізден. Қажылықтың несін қара, тарихын қара. Қажылық не үшін керек, маңызы не, хотя өзің үшін біліп жүрсе, біреуге айту үшін емес. Жоқ, оны зачем ол? Енді сен білесің ба оларды, сен оларды өзің білесің ба? Зачем ол дегеніңіз, сен сонда дінің қызық емес па саған? Жоқ, сен оларды өзің білесің ба, сен алдымен? Мен сені сұрап отырмын, сен біле ма? Сен өзің білесің ба, сен білесің ба? Енді сен мысалға сен ізденісте жүрген адам екенсің енді, жарайды, сен мықтысың сен. Білмеймін мен оны. Сен білмегендіктен қалай айтсам болады мынаған ше. Білмегендіктен діннен шығып кеттің деп айтайын десең, сен де діннен шығып кетейін деп қалдың ғой қазір. Байқап, сөзіңнің аяғын жұтып қойғаның дұрыс болды. Олай айтқан жоқ мен, олай даже ойында да болады. Айтайын деп барып қайтарып алдың ғой қазір. Сен білмеген соң адасып кеткен шығарсың деп айтайын дедің ғой. Оказывается, өзің білмейді екенсің да оны ше. Фалшы болма сен олай. Жоқ, сен олай фал ашпасаң, сен олай фал ашпасаң. Сөзіңнің соңы өзіңді қораға тыға жаздады ма? Жоқ, сақ сен олай фал ашпасайшы, сен не, көтін астынан фал ашпасың қасиетінде. Айтшы ал, аяқташы ал сөйлеміңді көрейік. Аяқташы сөйлеміңді. Білмегендіктен не деп айтайын дедің, айтшы ал. Жоқ, сен өзің білмейсің, бірақ басқаларға зачем сен оны есе сұрақты қоятын болсаң, сен барып білім иелерінен сұрасай, сен барып имамдардан сұрасай болсын. Жоқ, сен білім иесі болғанда сонда мұсылмандар ештеңе білмей ма? Исламда қабылдаған адам? Жоқ, исламды қабылдаған адам енді бәрі білу керек те, міндетті емес. Бәрін білу емес, мен сен обычно мұсылманның 5 парызы. Жарайды, иман шарттарын білесің ба, хотя? Жоқ, мұсылманда негізі жалпы 40 парыз бар ғой. 5-еуін айтшы, 5-еуі ең негізгісі ғой. 5-еуі ол исламға жаңағы, қазір айтамын. Бисмилля. Бисмиллясын дейсің, 5 парызды да бисмиллямен айтатын болдым. Жоқ, исламға имам келтіру, садақа беру, сондай ғой. Сондай ғой деген, тағы сол сияқты десек. Зекет беру. Сосын? Имам келтіру, намаз оқу. Сосын? Құдайға сену. Тағы қандай керек саған? Білмеймін, енді осы, хотя бы осы минимальный 5-еуінің нелерін қарамадың ба? Не үшін парыз екен бұлар? Қайдан алынған? Қалай орындаймын оны? Қандай кезде маған парыз? Қандай кезде түседі? Жоқ, мысалға ше, сен Исхақ андай ғой, тырнақ астынан кіргізетін адам сияқтысың, жаман еді отырып Құдай жоқ деп сен тырнағыңды алып тастасаң да. Провокация жасап ше. Сонда сенен парыз сұраса провокация бола ма? Жоқ, сен мұсылманның парыз туралы сұраса провокация бола ма? Исхақ қойдыршы, сен конкретно жаңағы өзіңді білімді санасаң, конкретно
Сен Жоқ, көп мен білім санамаймын. жоқ, сен конкретно осылай мұсылмандарға жаңағы түсінді қайрайтын болсаң, неге мешітке барып қайрамайсың? Сонда қарашы, қара. Жоқ, мешітке неге барып Сенің қайрамайсың? парызың туралы сұраса, сен сонда мешітке жібересің ба ол адамды? Сенен дінің туралы сұраса? Енді білім иелерінен сұрау керек қой. Онда айтшы, мұсылман сен мұсылман ретінде не білесің? Көшеде жатқан мысалы бомждар бар да, жаңағы арақ ішіп кеткен, бірақ олар өздерін мұсылманбыз дейді ғой. Олар арақ ішкен адам мысалы діннен шығып кетпейді ғой. Сол сияқты да олар да көшеде жатқан бомж, бірақ олар мұсылман болса, оларға да не білу керек па не? Не үшін қабылдағанын білу керек, дінді? Ой, емай. Жарайды, қош. Қалай айтасың, дінге не үшін кіргеніңді білмейсің даже. Қалай кіргеніңді білмейсің. Діннің сенен кіретін кезде ойланбайсыңдар ма кішкене? Не бұл, қалай, не сұрайды бізден? Біз әлмисақтан бері кіріп қойғанбыз. Әлмисақтан кіргізу деген афера. Мысалға да Сені алдау. Бірақ базар жоқ, намаз оқымайды. Жаңағы не... Сен өзің оқисың ба? Жоқ, мен де намаз оқымаймын мысалға да, бірақ бұл жерде сен конкретно сен уже мұсылман емессің деп айтуға сен нен жоқ қой? Мысалы, қақың жоқ. Бар, қақың бар, негізің бар. Сен білесің ба? Неше мазхаб бар, тұра тұр, неше мазхаб бар? 4 мазхаб бар. Біз 4 мазхаб, сен Ханифа мазхабындасың. Қалған 3 мазхабта амал иман шартына кіретінін білесің ба? Иә, олар да өз мазхабтарын ұстайды. Біз оларға дұрыс емес деп ешнәрсе айтуға болмайды. Олар жерге... Олар, мысалы қара, хадистер бар да, мынандай хадис бар. Брат, хадис бар мынандай. Мынандай хадис бар. Иманды мен имансыздың арасын айыратын нәрсе намаз деген хадис бар. Че там? Оны хадисті сен әкеп берші, мен бетіме әкеп берші, сен конкретно дәлелдеп берші. Сен сосын құдайды жоқ екенді дәлелдеп берші, конкретно айтайын. Енді сен баста ханафи мазхаб мурджид деген кім екенін білесің ба? Мурджид деген кім екенін білесің ба мысалы? Мурджид деген, мурджия деген кім екенін білесің ба? Мурджидтер деген. Муржия десе? Кімдер олар? Жоқ, ол дұрыс айтайын. Муржия. Ол, типа, хадис қой тоже. Не хадис? Муржия деген хадиске ұқсас дүние ғой. Брат, сен бүйтсе, маған уақыт құртпай қазір. Лучше діни басқарма, мешітке бар да қазір. Бір хадистер алып, муфтият кезетке діни білім алсың. Ізденбейсің, неге өзің ізденбейсің? Конкретно, сен мықты болса, неге өзің барып соны ізденбейсің? Қараш? Сен конкретно, сен де ізденгің келмейді, из-за этого сен шығып кеткенсің, и все. Мен олардың жауаптарын білем да, бірақ сен ештеңе ізденбейсің. Жауабын білсең, сен осылай жүресің ба? Сен жауабын білсең, осылай жүресің ба? Вот, білген соң именно білген соң солай жүресің. Білген соң солай жүресің. Білген соң солай жүресің. Сен сияқты маған не керек, зачем, иманға бар деп бүкіл миыңды арендаға өткізіп жіберсең, сол жүре бересің, сол ештеңе. Сен просто оның жауабын білсең де, жаңағы сен ұқпаған адамсың ғой, значит. Сен даже жауабын сұрақ қоймаған адам жауабын ұқпадың дегенге қалай ренжисің сен? Мына әлемде барлық нәрсе Құдайдың жаңағы бұйрығымен болып жатқан нәрсе да, жаңағы жануарлар. Точно ма? Точно ма? Білесің бе, Точно ма? Иә, точно, иә. Иә. Анау жаратылысымен болған нәрсе, барлық нәрсе. Татырш? Бір кішкентай қыздың зорланып өлуі де Құдайдың бұйрығы ғой, иә? Ой, жоқ, ол адамның ақыл санасына мен саған жануарлардың нәрсесін айтып жатырмын. Болып жатқан дүниеде құбылыстардың нәрсесін айтып жатырмын. Жарайды, жануарлар туралы айтайын. Жануарлардың жасап жатқан жануарлар туралы айтайын. Ол сен сияқты тұра тұр. Саған жануарлар туралы айтайын. Жануарлардың жасап жатқан дүниесінің бәрі Құдайдың бұйрығы ма? Иә, Құдайдың бұйрығы. Жануарларда неге гомосексуализм бар? Еркектер еркектеріне шауып жүреді. Құдайдың бұйрығы ма? Жоқ, жануарлар, оларға ақыл бермегендіктен олар сондай. Ақыл бермеген Құдайдың бұйрығын ғана істеп жүр. Құдай оларға еркекті перуге бұйырды ма? Құдай оларға жаңағы бұйырмаған, оларға ақыл, оларды
жаңағы мынау әлемде жүрген миссионерлер сияқты да, олар ше олар жай ғана Құдайдың бір жаратылысы болды, оларға ақыл бермеген. Жоқ, жаратылыс болғанда ол ондай дүниені қаяқтан алып отыр олар? Жоқ, олар жай ғана ақылсыз жаңағы жануарлар ғой. Дұрыс, оларда ақыл жоқ, сана жоқ. Олар кімнің бұйрығымен істеп жатыр сол әрекеттерін, айтшы маған. Қалай түсіндірсем екен саған, қалай түсіндірсем екен? Қалай түсіндірсем болғанда сен оның жауабын білмейсің. Бүйт, бұны жазып ал сен осы сұрақты. Сосын имамға барып сұрашы, не дейді екен? Жоқ, сен сен өзің сұрамайсың соны. Жоқ, сен қазір бүйтіп тұрсың ғой. Сен енді осыны ізден, барып имамнан сұра. Жарайды, сен қош, по-любому андай ғой. Сосын қайтып кел, бірақ. Қайтып кел. Имекең сен ұрысып ұстамасын. Сөз бар да, күніге бір адамнан жеңілем деп та, қандай адам десе ол сөз ұқпайтын адамдар деген екен да. Абайдың басқа бір, жарайды, Абайдың бір өлеңдерін жатқа білесің ба? Абай туралы көп айтады екенсің. Мұны салға, мынандай да. Абайдың руы қандай? Жоқ, руын білмеймін, ұмытып қалдым, бірақ оқығам. Жарайды, Абайдың қандай өлеңдерін білесің? Қазір ұмытып қалдым. Ачо? Абайдың қандай поэмалары бар? Неше қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Бір қара сөзінің бір мазмұнын айтшы, былай, общий, жалпылама, былай, примерно. Өзің айтшы сен соны, если мықты болсан. Жоқ, 45 қара сөздің ішінде, мен мықтымын деп атқан жоқпын, сен просто сұрап атырмын, білесің ба білмеймін. Мысалы, мынандай да, сендер осындай бір андай өздеріне білетін нәрселерді ғана іліп аласыңдар да, сонымен. Жарайды, оны іліп алмай-ақ қояйын. Сен қандай нәрсеге қызығасың, сен білетін нәрсені айтшы, соны сұрап көрейін. Мен ешнәрсеге қызықпайсам ше. Ештеңеге қызықпайсың, ештеңе білмейсің, Мысалы, білмеймін, бірақ қызықпаймын. Білетін бір салаңды айтшы, хотя мектепте қай пәнге қызықтың? Жоқ, оны зачем саған? Жоқ, енді мен өзімнің білетін нәрсемді тыға бермей, сен білетін нәрсе туралы сұрайын да. Жоқ, мектепте қызықтым, бірақ мен оны қазір мектеп бітіргеніме қаншама жыл болып кетті да. Қаншама жыл болды? Немен айналыстың? Сен салаң, мамандығың қандай? Мамандығын не қыласың сен? Енді сен білетін нәрседен сұрайын да, өзің айттың ғой. Өзің білетін нәрсені пиғайт ете бересің деп. Біз білмейтін, сен білетін нәрсені сұрайық та. Мамандығың қандай сен? Сен сұрамақта болса, мен мамандығын жай не қыласың сен? Сонда қалай сен жаңа өзің айтасың, өзің білетін нәрсені сұрай бересің деп. Мен білмейтін нәрсені сұрайын сенен, сен білетін нәрсені сұрайын. Сұрамай-ақ қойсай сен. Неге сұрамай? Қызық қой, бізге білім алайық та үйренейік айналамыздан. Маған қызық емес. Неге қызық емес? Потому что сен бәрібір саған оны мың дәлелмен әкелсем де сен оны түсінбейсің. Ой, маған дәлелдеу міндет емес қой, сен просто ақпаратпен бөліссе білетін. Вот именно саған дәлелдеу міндет емес, поэтому сен дәлелдесе де, потому что сен сенбейтін адамсың. Мен сенен сенім туралы сұрап жатқан жоқ, мен сен мамандығың туралы сұрап жатырмын, өзің білетін салаң туралы сұрап жатырмын. Қызығатын салаң туралы сұрап жатырмын. Мамандығын шаштар азал, шаш аламын, все, не болды? Адамдардың шашы. Сұрақ жоқ онда. Болды ғой, сұрамақ қойса онда. Сұрасақ қазір, сұрасақ вообще бітіп болады. Сен мамандығы не ал? Мамандығым жоқ, мен газель айдаймын. Вот именно, мен де сенен сұрамай-ақ қойсам болды ғой. Газелді мен де айдай аламын, по идее ше. Айда, не жүрсің? Айдағым келмейді просто. Айдай алмайсың сен. Айдай алмайсың сен де, газелімді берші маған, айдай тұрам, просто менде газель жоқ, поэтому айдай алмаймын. Сатып алсайшы өзің, сен газель айдаған маған міндетті. Ой, ё-моё, Ысқақ сен де қатырасың бар ғой. Бүйт, бағанағы сұрақты жазып ал. Бағанағы сұрақты жазып ал. Бірақ имамнан сұрайтын кезде бүйтіп айт, қара. Имам ұрсып кетпес үшін мен сені алдын алып қояйын. Имамға қазір TikTokқа кіріп едім, біреу айтты десең бар ғой, Имекең сені ұрсып береді. Есің дұрыс па, не қылып бересің ондай эфирге деп сені ұрсып тастайды имам. Ұрыспас үшін бүйтіп айт. Имеке осы отырып бір ой келді. Осы қалай болады өзі деп бүйтіп, өте мейірімді сұра. Апасына таяқ жеп қаласың. Жай сұра, сосын TikTokқа кіріп атеистермен сөйлестім деп айтпа, бәлеге қаласың. Сен уже таяқ көргенсің ба? Опасный деймін, азғағам. Походу таяқ көргенсің ау деймін уже, Мен айтып, сол азғағам, сол сен мен басқан
тырманы сенде басып кетпесін деп алдын алып жатқан. Еще сені діннен шығарып жіберуі мүмкін, брат, қара. Сен барасың ғой, осындай сұрақ қоясың ғой имамға. Сен тұрады да саған жын кірген дейді, сен шайтансың дейді. В общем, сені діннен шығарып жіберуі мүмкін, болмаса апарып жыныңды шығарып тастауы мүмкін қылғындырып. Этот папа мен ол діннен шықпаймын, Құдай сақтасын. Бірақ енді осы сұрақты қой, саған тапсырма. Осы сұрақты барып қой, осылай деп. Мылжың болып кетті негізі. Бос мылжың болып кетті. Мен бұл әдеттен арыла алмадым. Болмайтын тірлік та. Бір сұраққа жауап бермеді ма, болды, қоя салу керек негізі. Жауап бермейтін адам бәрібір жауап бермейді да. Бәленбай сұрақ ешқайсына жауап бермейді, короче. Секіре береді. Непонятно. 10 минуттан кейін, короче, 2 батл ойнаймын да эфир жауым. О, Мерей деген ол домбырашы ғой. Бір сұрақ қойғанда белгілі болады, содан кейін дальше ми ашытпау керек. Жоқ. Бұл ренжиді да, имамға бар дей береді. Неге имамға баруымыз керек? Мен бір күрделі мәселе сұрап жатқан жоқпын. Қарапайым нәрсе сұрап жатырмын. Кәдімгі діннің бетін сұрап жатырмын. Ішіне кіріп жатқан жоқпын да. Күрделі бір нәрсе арабша сұрап жатқан жоқпын. Имамға бар деп айтатындай ше. Сосын жамағат, мен бір не әңгіме айта салайын. Мына имамға бар деген әңгімені маған қатысты да, басқа кісілерге қатысты да қолданбайық. Маған мысалы жекеге жазады біраз кісілер. Мынау қай жерде, бұны қайдан табамыз, мынаны қалай ойланасыз? Жарайды, мен бір айтқан, бірақ таба алмай қалған нәрселер болса, ол базар жоқ. Бірақ элементарный бір сұрақтар болады да, сол сұрақтарды маған жібереді, видеоны жібереді да, маған жазады. Мынаны не ойлайсың? Мынаны тексерші, сөйтші деп ше. Жоқ, өздеріңіз тексерсеңіздерші, біз мына жақта айтамыз мұсылмандарға, неге ізденбейсіздер, неге қарамайсың өзің деп. Ана жақта бір имамдар бірдеңе шығарып жатса, өздеріңіз іздеп қараңыздар. Интернет ашық, доступ ашық. Қарап, содан кейін жауап іздеп таппаған жерлері болса, мен көмектесейін, базар жоқ. Бірақ ешқандай бетін ашпай, элементарны маған жібере салады да, сосын айтады, мынаумен сөйлес, анаумен сөйлес дейді. Неге мен олармен сөйлесуім керек? Мынандай ғой, бір адамды лидер қылып алып, немесе бір тұлғаны, бір адамдарға іздену, қарау, жүгін солардың мойнына артып қойып, сосын соларға қарап отырған адамдар, ондай қоғам адам болмайды, ондай қоғам дамымаймыз. Давайте әрқайсымыз солармен сөйлесетіндей деңгейге жетейік. Маған шық деп айтпайық та, өзіміз шығайық, давайте. Мысалы, біреу сөйлеп жатыр, бірдеңесі айтып жатыр. Давай мен мынаның айтып отқан дүниесін өзімізден, мен тура сол сияқты болайын. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап деген сияқты әңгіме да бұл. Давайте әрқайсымыз тура сондай деңгейде болайық, бәріміз. Бір кемістігіміз жоқ. Мен жасаған нәрсені бәрі жасай алады. Мен білетін нәрсені бәрі біледі. Мен бір аспаннан шығып ештеңе алып айтып жатқан жоқпын ғой. Қоғам сондай болған кезде ол өзгермеске амал қалмайды. Ал бір адамдарға жүкті артып қойып қарап отырған кезде, ертең жарайды, мен жоқ болып кетем бір күні, басқалар жоқ болып кетеді. Бұл мәселе қалып қоя ма, жабылып қала ма? Олай болмау керек деп ойлаймын.
әркім өзі іздейік, давайте. Мен ешқайсыңыздан өзімді артықпын деп есептемеймін. Сіздер де менен кем емессіздер, бәріміз бірдейміз. Бәріміздің деңгейлеріміз, ақпаратқа қолжетімділігіміз тең. Қоғам болып солай жұмыс жасайық. Обратный жағына өтіп кетпейік та, мысалы, имамға бар, неге ізденбейді деген сияқты айтамыз да, өзіміз ізденбейтін болсақ, онда пайда жоқ, бізде ештеңе өзгеріп жатқан жоқ деген сөз. Біз қарсы тарапты сынадық па, ол тараптың қателігін жібермейік өзіміз. Осылай жасайық. Менің айтайын деп жүрген мәселем осы. Иә, анаған бар деп айтпаңдар, Сайкюге бар, Сайкюмен сөйлес деп айтпаңдар. Жоқ, база жоқ. Мен ақ сөйлесем деген болуым керек қой. Әрқайсымыз контент жасайық, әрқайсымыз ізденейік. Бәріміз еңбекқор болсақ, қайыққа барады ол. Қоғам өзгермей қайда барады? Бәріміз өзгерсек. Балық емес, қармақ сұрайық. Ізденетін адамдарға да балық емес, қармақ берейік. Құрбанбаев не деп жатыр? Түбегейлі келіспеймін мен сенімен, қалайсың, Сайкю? Жап аузын. Келіспеуге хақың жоқ сенің. Сені қойшысыз жүретін адамдар, ондай адамдар болады, обязательно біреу болу керек, таяқпен ұрып отыратын. Индиядағыдай. Жаңағы жігіт солардың бірі ғой, өздері ойланбайды олар. Егер олардың өздеріне ой беріп қойсан, Құдайдан, діннен шығарып жіберсең, знаешь, что будет это? Хана будет. Оларды дінмен ұстап отыру керек. Түбегейлі келіспеймін мен сенімен. Вообще против. Екі қолымды көтеріп тұр. Ондай тип адамдар болады әрқашан. Кәдімгідей жаным ашып кетті ана жігітке ше. Не деген? Не да? Еще сені тупой өзін умный санап отыр да? Бля, қалай деймін да? Не деген? Қалай он? Как это возможно? Кетіп қалдың ғой. Сосын ағайындар, пожалуйста, хотя бы абайдың руын біліп жүрекші. Орта жүз арғынның тобықтысын жаттап алуға болады ғой, уже позор ғой, біреу сұрақ қалса ертең. Давайте өстейік, клиент қазақтар біліп алайық абайдың руын. Шпиондар кіріп кетсе, арамызда абайдың руы деп сондай паспорт қылып, андай пароль қылып алайық өздерімізге. Кодовый сөз қылып. Ұят қой мынау деген. Пайғамбардың үрім бұтағын 13 қатынын білесіңдер, абайдың руын білмейсіңдер, ұят нәрсе. Натуре жаңағыдан бар ғой, пайғамбардың тайпасын сұрау керек еді, Құрайш деп сразу айтатын еді ше. Мен білмейді екенмін сол пайғамбардың несін. Біліп ал сен де біліп жүр. Құрайш тайпасынан шыққан. Құрайш тайпасынан шықсам десем, мешітке кірген кезде түтенуімді қоям ба, қоймайым ба, соны айтшы. Құрайшпын деп айтса, руларың кім деп сұрайсың ғой, барасың. Біреу айтады, мен арғын, біреу мен қоңырат, сен айтасың, мен Құрайшпын десей. Жоқ, енді до такой степени просто былай да. Құрайштың ішінде. Құрайштың ішінде кімсің десе бітті. Құрайштың ішінде кімсің десе, Абуль Дакир деп өтірік рас алу керек қой, кім біліп жатыр. Не ғой? Ана Булгаковтың собачье сердцесі бар ғой, білесің ба? Вы не любите пролетариат? Профессор деген кезде. Да, не люблю деп айтады ғой. Сода Шариков деген главный герой бар ғой, ит болған алдымен, иттен адам болған. Киносы да бар, бізде Толоконников ойнаған. Сондай адамдар болады өзі негізі. Обязательно бір швондер керек оларға. Мынаны істеме, зорлауға болмайды, ұрлауға болмайды, өлтіруге болмайды деп айтып жүретін адам керек та. Әйтпесе құртамыз бәрін. Поэтому бізге дін керек. Мен бүгіннен бастап петиция жинаймын, ысқақты запретить етіңдер деген. Бізде дінді алып тастасаңдар, мыналардың бәрі ертең құртады дүниені, айналамыздың бәрін. Аллахтан қорыққанның арқасында аман есен жүрміз, біз білесіңдер ма? Олардың қорықпай кетсе, хана боламыз бәрімізге.
Бану Хашим деп жазып жатыр, даже мен білмеймін ғой, қателескен сияқтымын. Бану Хашим деп жазып жатыр, Бану Құрайш деп ойлаймын. Сондай, короче. Так что оны қалай жағдайың? түнде жүріңдер, айналайындар. Түннен шықпаңдар, айналайындар. Әрең қосылдым ғой саған. Өзі эфирлер көп болып жүрген жоқ өзі. Басталаттан бастамаңа үлкен ағзым сенің осындай бір адам күтіп жүрген ғой негізі. Қашан шығады екен бе? Рахмет. Әйтсе бәрі зомби болып кетті, жан жақта жүресің. Ананы айтсам, мынаны айтсам түсінбейді. Мешіттің бәрі толып кеткен. Әйтеуір ертегіге той болған жаңағы арабтардың ше. Иә. Өзіңнің жаңағы дәстүрің болсын, өзіңнің бет алысың болсын, жалпы қазақты мойындамай кеткендер көп болды. Сондықтан өте үлкен рахмет. Және сіз сияқты, біз сияқты адамдар солардың бетін қайтаруға үлесін қоса береді деген ойдамын мен. Иә. Бір ізденетін заман болу керек болып тұр ғой бұл. Ізденімпаз ұлт жасауымыз керек қой. Күмәнданып қарайтын, көрінген нәрсеге сене бермейтін, ондай бір идея керек болып тұр ғой бізге. Сол білім, ғылым деп мен өзім жүрген жерімде де, тұрған жерімде де айтып жүрем. Білім, ғылымсыз еш нәрсе болмайды. Мына көзіңді ашып қара деймін бе, мықты державалар, мемлекеттер, басқалар соғысып жатыр. Қайсысы қалай жеңіп жатыр, қайсысы қандай тактиканы болмаса, қандай методты қолданғанның арқасында басып жатыр, бірін-бірін үнін шығармай жатыр деген сияқты. Біреулер аспанға қарап алла алла деп, одан дым жоқ қой, миыңда дым жоқ болса дұрыс па? Білім ғылымға талпынбасаң, кім саған бір нәрсе береді? Экономист, сен анау лайфхактар беріп жүргенсің ба? Анау қалай экономдау керек видеоларын көрдің бе? Где-то 3-4 ай бұрын. Иә. Сол жүрсің ба? Молодец сен. Менен өткен екенсің сен ше. Менен өткен адам екенсің. Мен сондаймын ба деп жүрсем, сен менен өткен екенсің ғой ше. Страшно. Молодец. Вот сразу видно, дінсіз адамсың ше, кәпірсің. Сразу видно. Намаз оқыған мен өзім ше. Сен ысқақ, сен өзіңде діндемедің кезінде. Иә, бәріміз. Одан кейін көзі ашылып шығады екен ғой адамның. Арап жүресің, келе қалай бұлар не істеп жатыр, неге бүйтіп жатыр, неге өтіріктің лапшан құлаққа іліп жатыр. Келе бәрі адам жинау, подписчик жинау жаңағы осы заманның талабына сай келгенде. Өздеріне адам жинау, исламға тарту, қандай да бір хаос болып кетсе, болмаса бір дүниежүзілік соғыс болып кетсе, кімнің жақтастары қай жақта соған істеліп жатқан дүние екен де, одан Арабияға тартып, қалтасындағы ақша, соңғы ақшасын апарып жаңағы Мединаға құйып деген сияқты. Енді сол жақтың бюджетіне құйып жатыр ғой, дұрыс па? Қанша апарсаң да, не апарсаң да, тегін кіргізбейді ғой сен Арабияға. Конечно. Сонда ойлап келіп, нем ашылып, өзім ойым, білімім деген сияқты. Жанымдағылар қайтып, одан кейін олармен ұрсып, әйеліне біраз құйып, ол да кішкене намаз оқып, одан кейін бет түзелген. Мен айттым да, сен күндіз түні намаз оқып құлшылық ет, саған бір түйір нан бермейді саған, сен құлшылық етіп отырған адам. Сен білім жина, кішкене дұрыс жұмыс істе, қабілет жина, сол саған пайдалы, өмір бақи саған пайда береді сол деп. Сөйтіп әрең бетін бері қаратып алам мен оны. Садақа андай зікір дегенді бергің келмей сосын шығып кетіп жүрсің ғой сен. Олай керек емес. Лучше өзің қазағың бар ана жерде. Күн көре алмай жатқан, көп балалы деген сияқты, денсаулығы нашар деген, соған бер, мешіт, имамдарға вообще жолатпаңдар, еш нәрсе беруін керегі жоқ оларға, қойыңыз біткен уже олар ше. Дұрыс. Осыны айтқанда және жастарды да байқап жатыр мына эфирден, комментариядан байқайсың уже көзі ашылып, көкірегі оянып, кімді алдап жүрген бәрі уже жастар қуантып келе жатыр адамды. Кейін кезінде мынандай болатын. Кіші болсын, үлкен болсын, кете береді жаңағы. Қолын көтереді дағы Аллаху акбар, басқа Құдай, Алла. Қазір уже жоқ дегенде мен енді 10-15% байқап келе жатырмын жастардың беті бері қарап, көкірегі, көзі ашылып, кәдімгі діннің ертек екенін түсініп келе жатқандар кәдімгі қуантады. Сенде сияқты адамдар көбейе берсін, Исхақ. Рахмет. Бәрі өз қолымызда ғой енді. Сосын мен дінде болған жоқпын, айтпақшы. Мен намаз оқымағанмын. Иә, сен. Мен сондай болып туғам, ана туғаннан уже тозақылық болып туғам ғой мен ше. Врачтардың өздері айтқан ғой мынау что-то. Дұрыс емес туылды мынау.
врачтар айтқан ғой мынаны давайте бір нәрсе қылып құртайық деген, сосын құртқызбай қойған. Мынау тозаққа кететін бәле деп. Логикаға салып қарасаң да былайшы тупой адамның өзі біледі ғой, тупой адам өзі. Осы уақытқа дейін Нобель сыйлығын алған бір адам шыққан ба исламнан, или шықпаған ба, вообще сондай екен. Осы уақытқа дейін. Нобель сыйлығын бере береді ол, писательдерге де бере береді ғой олар. Не болуы мүмкін исламда. Именно физика. Жан-жақты ойлайтын адам білу керек қой, бұл манипуляция просто. Белгілі бір топтардың немесе билігі қолында билігі балы адамдардың, топас адамдарды кругта ұстап отыру болды. Неге түсінбейді осыны, түсінбеймін. Жақсы жамағат, алғыс, рахмет. Ана әлі күнге таратып жүрді, әлі күнге белгілейтші мені. Ана Кейт Мур Нобель апты деген әңгіме. Кей адамдарға интернеттің пайдасы жоқ ау, бір тарифтарын өшіріп тастағың келеді. Интернеттің өшіріп тастағың келеді да кей адамдардың. Еще маған әңгіме қылып, аргумент қылып айтады да, оны айналайын қарайсаш, кіріп сол алды ма алмады ма. Кім ол вообще? Түсінбейсің да. Сол әрқайсымыз жақсы қоғам қалыптастыру, ғылым білімге ұмтылу әрқайсымыздың өз қолымызда ғой. Бәріміздің, әркім өзінше еңбек етпесе көтерілмейді мына қоғам. Біреулерге көңіл қойып, соған нені жүктеп қойып, соның артында тұрған тұлғалардың артына тығылатын қоғамдар, меніңше олар ұзаққа бармайды. Тұлғасынан айырылады, қайтадан қалпына түседі. Енді білмеймін, біз одан өзгере аламыз ба, өзгере алмаймыз ба? Меніңше өзгеруіміз керек сияқты. Президенттік емес, парламенттік формат сияқты болуымыз керек та. Бір тұлғаның артына табынып, сол тұлғалардың несі дұрыс, не айтса да болды, солар жасайды, солар ойланады деген сияқты ше. Элементарный нәрсе ғой, қарапайым деңгейдегі дүниелер қоядың қол жетіп тұрған. Ол тереңдеп кетпесек те, басын бастайықшы хотя бы. Анау тереңдеп ешқайсында түсіп кетпейік, басын бастайық. Әліппесін. Хотя бәріміздің базалық деңгейіміз жоғары болсын, сол кезде біздің пікірталастар да басқа деңгейде болады. Біздің басқа ойларымыз да басқа деңгейде болады да. Кәдімгі элементарный базадан бастайық. Оған әркім үлес қосу керек. Кірпіш. Сен де әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін таптап арқалан деген. Сөйтейік, бәріміз бір кірпіштен қалынайық. Сөйтіп жақсы қоғам құрайық, жақсы қоғам жасайық. Шаршады ғой. Болды шығындар. Батыл ойнақ болды. Ақша жинамасақ болмады. Бәленбай бірнеше күн эфирге шықпай қалып едім, уже ақша жоқ. Жағдай жоқ уже. Обед алып ішетін. Ужинға қазір бензин жоқ, газель қызыл жанып отыр. Бірнеше күн эфирге шықпай қалып едім. Финансовый қиналып жатырмыш. Амалдың жоғынан ғой, жетіскеннен жүр дейсіңдер ма? Жетіскеннен отыр дейсіңдер ма осы жерде? Амалдың жоғы ғой. Рахмет, путник. Жемипой жасап жатыр. Ой, ол Жемипой деген анандай домбыра жасап жатыр ғой, ол кәдімгі. Ішегін кәдімгі шын қана сатып алмай, қойдың сойылған ішегін кептіріп, тиегін кәдімгі анандай өрнектеп, ойып, ағашы деген қырыл кепкен деп соқсаң. Тянь-Шанның мына ішегі, ол домбыраның ішегі, мына Алматыдағы Алатаудың бауырайындағы
оңтүстік жағалауындағы жайлауда, жағалау деппін ғой, оңтүстік бөктеріндегі көк шөптен жайылған қой деді ғой. Халал сойылған қой деді жаңағы. Халал сойылған қой деді, семіз қой. Өте жақсы мінезді қой болғанда, дауысы күшті болсын деп. Сондай қойдың шегінен жасаған оны. Ағашы да мына Алатауда деді ме, қай жақтан деді? Алатауды келмес ау деп, шетелден алдырған, заказбен. Бір ерекше болайын деп тұр ғой. Тиектерін қолмен шапқан ғой, кәдімгі. Тиегін, құлағын қолмен шапқан. Ебен ағаш емес, граб деген ағаш. Дәретсіз бастамайды ғой, Махмуд деген жігіт. Дәретсіз бастамайды ол домбыраны. Дәрет алып барып құрастырады. Зәмзәм суымен кептірген ғой, сол ағашты зәмзәм суына салып. Кроссовки алып алдым ғой. Адидастан кроссовки алып алдым. Медина. Өзі жүретін оригинал Адидастан. Кроссовки алып алдым. Мощный. Әдемі екен Адидастық. Рахмет. Қанша қалдың дейді. 61 мың қалдым. Қатты төбелеседі деді ғой. Құтты болсын. Снимаем, короче. Өзі табатты ғой. Мане. Дәл уақытында скип. Батл ойнайсың ба? Как раз делаю ритуалы. Давай, батл жиып қойса бір раунд тұржи. Давай батл примем нахуй. Мына жердегі остановканы көрсетейін ба? Что там? Әдем ба? Подаркатындар. Все, давайте продолжим. Мен откуп қалдыратын мына жерде. Рахмет, что высшим силам, что помогает. Екі разный типа мир. Все сенбейсің, мен работаю с ними. Это же что-то наподобие. Давай. Как вовремя ты мені шақырдың? Қандай әдемі. Бізде жел. Желді бәрден жалсы. Қаяқтасың? Астанада ма? Айтуға бола ма оны? Айтуға болмайды, по идее. Ладно, продолжим. Прямой эфирде жындар келеді, дайындалыңдар. Жіберем біреулеріне. Атам қазір. Қаяқтан ататын білеймін.
маған мына жақта типа жазып жатыр да, келесі неде қиналасың дейді. Что за беспредельщики? Ол дүниеде не болатынын кім біледі? Құдай біледі. Иә, Асылхан. Алло, Асылхан, айта бер, тыңдап отырмыз. Алло деп жатыр Асылхан. Менде мынандай обед сегодня. Иса болдым ба дейді. Жоқ, әзірше чуть-чуть подождите. Қазір соңғысын қалдырамын, сосын болдым. Ше. Мен жоққа сияқты киініп аламын әйтеуір. Ағаш ектің жемістерін балама деп, үйде соқтым далана деп. Айтшы достар, не істедім анама деп. Рахмет. О, зор кетті. Победили, что ли? Ой, рахмет. Победа. Победа наша. Ё-моё, батыл бітті ғой, я негізі. Біткен соң шықтым ғой, я. Болды, последний батыл сосын шығам. Так. Басында, я ол анандай не жасайтын дуа. Жігіт не істейді? Базарда бір дуа жасап жүр. Дуа жасап армен сөйлесіп жүр ғой. I'm a baby girl in a baby world. Imagination, life is your creation. Let's go, buddy. Ұтылып қалдым ба не? Шығып кете салдым ба мен? Тупа. Шын сияқты. Ой, Асылхан не деп жатыр? Не потерь. Не потерянный. Асыл кетейін. Не потерянный. Асыл кетейін.
давайте жолығамыз.